Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында мен Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінің оқытушысы Рахманбаева Асылзат, еңбек және соғыс ардагері атам Рахманбаев Сәмет туралы айтқым келеді. Мен батыр майдангердің ұрпағы екенімді үлкен мақтанышпен айта аламын. Атам Сәмет Рахманбаев 1925 жылдың 6 мамырында Қызылорда облысы Шиелі ауданы Тартоғай ауылында дүниеге келген. 1939 жылы 7 жылдық білім алғаннан кейін колхозда еңбек қызметін атқарды. 1943 жылы ақпан айының 8 күні әскер қатарына алынып, 1-ші Украина майданында артиллерия мен жаяу әскер шебін байланыстырып тұрды. Мұнан кейін 4-ші Украина майданының құрамында болып, Украина, Польша, Чехословакия, Германия жерлерінде болды. Соғысы Чехословакия жеріндегі Карпата тауында жеңіспен аяқтайды. Соғыс аяқталғанымен елге оралмастан Өзбекстанда 1950 жылға дейін байланысшы мамандарын даярлау бағытында әскери қызметін жалғастырады. Соғыста көрсеткен ерлігі үшін, Ұлы Отан соғысындағы ерген еңбегі үшін 1-ші дәрежелі, 3-ші дәрежелі ордендармен марапатталады. Елге оралғаннан кейін Тартоғай совхозында радиотелеграфист болып қызметке орналасты. Қажырлы әрі табанды еңбегінің арқасында әр жылдары ферма меңгерушісі, партия мектебінің оқытушысы, жұмысшылар комитетінің төрағасы, егіс бригадирі қызметін абыроймен атқарды. 1985 жылы құрметті еңбек демалысына шықты. Сонымен қатар әжеміз Дүрия екеуі отау құрып, 4 ұл, 3 қыз тәрбиеледі. Сол ұрпақтан таралған немере шөберелері қазіргі таңда атамызды мәңгі есімізге аламыз және мақтан тұтамыз. Атамыз 2013 жылдың 90 жасқа қараған шағында өмірден озды. Жасампаздық, жас ерлікке тағзым, ер есімі ер есінде демекші, отан үшін қасық қанат қалғанша күрескен атам Сәмет Рахманбаевтың есімі халықтың және ұрпақтарының жадында мәңгі сақталады.